Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең арзан қолжетімді азық-түліктен тіске басар дайындаймын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Картопты алдын ала қайнатып, пюре жасап алдым. Арнайы тақтайшаға тегістеп, жайып шығамыз. Үстіне жіңішкелеп туралған сәбізді қойып шығамыз. Жұмыртқаны екіге бөліп, сарыуызын кесеге саламыз. Одан соң шанышқының көмегімен езіп, үстіне үлкен ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Жіңішкелеп туралған ақуызды картошкамыздың үстіне қойып шығамыз. Одан соң қызылшаны қоямыз. Оны да жіңішке етіп, кесіп дайындап қойдым. Көкөністерді қалауларыңызша қосуларыңызға болады. Енді үстіне соусты құямыз. Енді жаймен көкөністерді шашып алмай ораймыз. Мінекей формасына жақсы ұстап тұр. Енді дайын тіске басарымызды бөліктерге бөліп, ыдысымызға орналастырамыз. Менде 8 бөлік шықты. Әр қайсысының үстіне тұздалған қияр және әскөк салып әсемдеп шығамыз. Мінекей достар, картошка роллы дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай, әрі қоспалары да қарапайым. Сіздермен болған Мақпал. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Алдағы уақытта каналымда көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Жіберіп алмай, қарап отыруларыңызды сұраймын.